Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы топырақтың құрамы. Сабақ мақсаты: топырақтың негізгі құрамын зерттеп білетін боласың. Құм, саз, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары, су және ауа топырақтың құрамында бар екенін зерттейсің. Олай болса, оқулық дәптерімізді алып, бүгінгі ай-күнді жазайық. 12 қаңтар сынып жұмысы. Балалар, келесі сұрақтарға жауап беріңіздерші. Топырақта түрлі тірі ағзалар тіршілік ететінін білесіздер. Енді соларды атап шығайық. Қандай топырақта тірі ағзалар тіршілік етеді? Дұрыс айтасыздар. Топырақтың құрамында шұбалшын, қоңыздар, өрмекшілер, құрт-құмырсқалар тіршілік етеді. Топырақтың құрамында не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Жарайсыңдар. Топырақтың құрамында құм, саз, тірі ағзалардың қалдықтары, су, ауа болады екен. Жақсы, жауаптарыңыз қабылданды. Нигеш пен Эврика топырақты зерттеуді жалғастырды. Олардың сұрақтарға жауап беруіне көмектесе қойыңыздар. Екі шыны ыдыстағы топырақтың қандай айырмашылығы бар? Және неліктен? Балалар, қалай ойлайсыздар? Шұбалшынның қандай пайдасы бар? Топырақ жердің беткі борпылдақ қабаты. Оның арасында ауа болады. Суарудан және жауын-шашыннан кейін оған су сіңеді. Осының барлығы топырақтағы ұсақ жануарлар, жәндіктер мен өсімдіктердің тіршілігі үшін қажет. Өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтары қара шірік деп аталады. Оның құрамында қоректік заттар болады. Шұбалшын сияқты жәндіктер топырақ ішінде қозғалған сайын оны қара шірікпен, құммен және сазбен араластыра отырып қопсытады. Мінеки, шұбалшынның топыраққа тиер пайдасы зор екен. Топырақтың құрамы өзгеріп отырады. Ондағы қоректік затты өсімдік бойына сіңіреді, немесе жиі ұзақ жауған жаңбыр суы шайып кетеді. Топырақ құрамын қалпына келтіру үшін оған қара шірік пен тыңайтқыш қосу керек. Балалар, қазір біз сіздермен зерттеу жұмысын жасаймыз. Зерттеу жұмыстарыңызды видеоға түсіріп, маған жіберсеңіздер болады. Топырақтың құрамы қалай және не себепті өзгереді екен? Зерттеу сұрағы: топырақ неден тұрады? Осыдан шығатын гипотеза: топырақтың құрамында құм, саз, қара шірік, ауа, су болады. Қазір біз осыны зерттейміз. Зерттеу мақсаты: топырақ құрамын анықтау. Сіздерге қажет заттар: стакан, топырақ, су. Осы үш заттарды дайындап, зерттеу жұмысына кірісейік. Зерттеу жоспарына көшейік. Стаканға су құй. Екінші әрекет: суға бір уыс топырақ сал. Ал енді осы процесті бақылайық. Нәтижені тірке, қорытынды жаса. Зерттеу жоспары бойынша экспериментімізді бастаймыз. Міне, бізде стаканда су құйылып тұр. Осы стаканға бір қасық топырақ салып көрейік. Топырақты бақылаймыз. Мұнда судың бетіне көпіршіктердің көтеріле бастағанын байқаймыз. Енді осы суды біраз уақыт тұндырып қояйық. Міне, бізде біраз уақыт өтті. Енді нәтижесін көрейік. Сонымен судың бетінде қара шірік қалқып жүр, ал судың түбіне саз бен құм шөкті. Біз бұл экспериментіміздің нәтижесін кестеге тіркейміз. Кестеге қара. Сонымен су бетіне көпіршіктер көтеріле бастады. Бұл топырақтың құрамында ауаның бар екенін білдіреді. Топырақтың бір бөлігі су бетінде қалқып жүрді. Бұл қара шірік, ал судың түбіне топырақтың бір бөлігі шөкті. Бұл саз бен құмның бар екенін білдіреді. Біз экспериментіміз бойынша қорытынды жасаймыз. Қорытынды: топырақтың құрамында ауа, қара шірік, саз бен құм болады. Балалар, сіздер білесіздер ме? Топырақ жерде тірі ағзалар пайда болғаннан бастап қалыптаса бастады. Бұл үдеріс өте баяу жүреді.
100 жылда шамамен 1 сантиметр топырақ түзіледі екен. Есіңде сақта. Топырақтың құрамында құм, саз, қара шірік, тірі ағзалардың қалдықтары, су, ауа кіреді. Осы ақпаратты дәптерлеріңізге көшіріп жаза қойыңыздар. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Топырақтың құрамына кіретін заттарды тап. Аталған заттарды бейнелейтін суреттер сал. Оларды бағыттама арқылы топырақтың қабаттарына орналастыр. Балалар, қалыптастырушы бағалау тапсырмасын сурет түрінде дәптерге сызып орындаймыз. Үй жұмысы. Сұрақтарға жазбаша жауап жазып келесіздер. Мінеке сіздерге 5 сұрақ берілген. Осы 5 сұраққа жазбаша түрде тек қана жауаптарын жазып, келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.